Менің босанғаныма 9 ай болды, бірақ шашым әлі ұйыстап түседі. Түскен шаштарым қайттан орнына келіп, екі жағында екі мүйіз сияқты боп тұр шаштарым. Қандай шампунь, қандай бальзам қолдансам болады, маған айтып кетсеңіздер. Сағат 11-де тұрып, тез бір табақ нан илеп тастадым. Ол наным ашайым дегенше балаға да қарап, үйдің тірлігін де жасап үлгердім. Үйдің тірлігін, баланы ойласам, шыны керек жүрегім ауырады. Кей кезде мен балаға да үлгермеймін, үйдің тірлігіне де үлгермей қала беремін. Осы бұрын мамаларым қалай үлгердіккен мен таңғалам кейде. Мен бір табақ нан илесем 15-20 нан шығады. Бұл бізге 2-ақ күнге жетеді. Себебі біздің үйде 11 адам тұрады. Негізі менің енемнің өзінің 7 баласы бар. Үлкен қайнағам бар және абысыным бар. Екіншісі күйеуім және мен. 2 қайынсіңлім, 3 қайным бар. Біз енді көп отбасы болғандықтан тамақ не бар бәрін көптей қылып жасау керек болады. Ең бірінші келін болып түскен кезде шыны керек маған қатты қиын болды. Себебі мен өз үйімде молынан тамақ жасап, молынан нан илеп көрмегенмін. Келесі видеода қалай келін болып түскенім жайлы айтатын боламын. Кстати, осы бір айда мен 5000 подписчик жетсем, күйеуім маған 17 Pro Max алып береді.